Рысқұлбеков көшесі Нұр-Сұлтан қаласының Алматы ауданында орналасқан. Абылайхан даңғылынан басталады. Ұзындығы 1200 метр. Қайрат Ноғайбайұлы Рысқұлбеков 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің қаһарманы. 1986 жылы 16-18 желтоқсанда болған қазақ жастарының отаршылдық және әміршілдік жүйеге қарсы көтерілісіне белсене қатысты. Желтоқсан көтерілісінің бас құрбаны болған Рысқұлбеков еліміз егемендік алғаннан кейін Қазақстан жоғарғы соты пленумының 1992 жылғы 21 ақпандағы шешімімен толықтай аяқталды.